Ассалаумағалейкум достар, менің есімім Мерғали Дүйсен. Бұл менің YouTube каналым. Осы әңгімені соңына дейін тыңдап, пікірлеріңізді жазып, лайктарыңызды басып, мені қолдай отырыңыздар. Өз баласын соқыр еткен әйел. Адамзаттың 95% істі кейінге қалдыруға бейім келеді екен. Ал күнделікті әдетке айналдырудың салдарынан ауруға шалдығады. Бірақ көбі біле бермейді. Бұл қасиет барлық адамға тән. Көбі жалқаулықпен байланыстырады. Десе де, күнделікті бұлай істеу психологиялық дертке әкеледі. Мұны босқа айтып отырған жоқпын. Бүгінгі әңгімемнің кейіпкері Сани ханым да дәл осы дертке шалдыққанынан өзі де бейхабар еді. Үнемі істі кейінге шегере беретін өзі бейқамдамау сірә. Жолдасы Ғалымжанмен талай рет жанжалдасып, тіпті оның жұдырығының дәмін тартса да, есін жиып, өзін түзетуге тырысатын түрі жоқ. Оның бір ұл, екі қыздың анасы деп ешкім айтпаса керек. Анаға тән жауапкершіліктің Санияның бойынан ұшқыны да сезілмейді. Бұл дертінен бөлек бейғамдығының да шегі жоқ. Бұл әйел үшін науқастанып қалу, жолы болмау, өмірден қасірет тарту бейне бір өзге адамдардың еншісінде секілді. Ештеңеге алаңдамай, өз әлемінде өмір сүріп келеді. Жолдасын жұмысқа, балаларын балабақшаға шығарып салып, жылуы басылмаған төсегіне қайта жатып, әлі де уақытым бар, тамақ жасап, үй жинап, кір жуып үлгеремін дейді де ұйқыға кетеді. Адам жанын аздыратын, адамдық затын тоздыратын кесепатты кеселдің бірі еріншектік пен жалқаулық Санияның бойын әбден билеп алған. Еріншектік адамға зияннан басқа нәрсе әкелмейтін, абырой әпермейтін жаман қасиет екенін ұғыналса шіркін. Диқаншы нанын жейді, еріншек арын жейді демекші, жалқаулық жүректің тынышын, тәннің тынысын бұзатын жаман дерт екенінен бейхабар күйде әрісін кейінге шегеріп, алаңсыз жүре берді. Әсілі, адамның жаратылысы демалуға, ұйықтап тынығуға мұқтаж екенін бәріміз де білеміз. Бірақ белгілі мөлшерде ғана екенін Сания білмейтін секілді. Санияда бұл қажеттіліктер белгілі мөлшерден асып, нәтижесі еріншектік пен жалқаулық дертіне алып келгелі қаншама уақыт өтті. Санияның бойындағы түске дейін ұйықтап, кешке дейін есінейтін дәрежедегі еріну құлшылықтан жерінуге, шайтанға жегілуге жеткізді. Түске дейін ұйықтап, уақытым әлі де бар ғой деп, теледидар қарап, телефонмен әр құрбысымен сағатта біреудің сыртынан ғайбат айтып, күннің батқанын байқамайды қалатын. Балалары бақшадан келер шақта апыр-топыр үй жинап, таңғы астың ыдысын шала-пұла өтірік жуып жүргенде балалар да бақшадан келіп қалды. Ал атқаратын шаруа болса қыруар. Балаларының үлкені тұңғышы Санжар небары 5 жаста. Артынан ерген қарындастары болса 3 және 2 жаста. Ары-бері жүгіріп, асыр салып ойнау баланың әдет емес пе? Ол желпілдеп, жолдасы жұмыстан оралғанша кір жуып, үй жинап, тамақ жасап үлгермей жүрген Санияға балаларының ана бөлме мен мына бөлме арасында жүгіріп жүргені кедергі келтіріп ызасы келеді. Не деген бәлесіңдер? Бір жерде отыра аласыңдар ма? Мен мына жерді қазір ғана тазалап кетіп едім ғой. Жоқ анашым, тазалаған жоқсыз. Біз келгенде өзі осылай болатын. Жап аузыңды, одан да қарындастарыңа қарап отыр. Онсыз да соларды жылатпау үшін барымды салып ойнатып отырмын ғой. Мына бөлмеден шығушы болмаңдар. Әйтпесе аяқтарыңды сындырам. Олай істеме, бұлай істеме, ашпа, жаппа, барма, алма деген сансыз тыйымдармен балаларының миын қағып алып айғайлап жүріп, шаруасын әрең бітіріп үлгереді. Асығыс жасаған тағамының құрамының бірі піссе, бірі піспей, Ғалымжан әйелінің тағы да күнделікті әдетіне салғанын бірден ұғынады. Сания, сен қашан ес жиясың? Мен не істеп қойдым? Мынау не? Үнемі итке жуынды бергендей шала піскен бірдеңелерді бересің.
Таңнан кешке дейін жұмыстан шаршап шалдығып үйге аш қасқырдай ішім шұрылдап әрең жеткенде жейтінім шала піскен ботқа ғана. Мен не, таңнан кешке дейін ерігіп жатырмын ба? Кіріңді жуып, үйіңді жинап отырған жоқпын ба? Ауылдағыдай 7-8 бөлмелі үй емес қой, кешке дейін жинайтын. Кірді қолмен жуып, суын далаға тасымайсың. Бәрін машинка жуып шайып береді. Алтынай жеңген байғұсты көрсең ғой, ауылға барған кезде дала сыпырып, сиыр сауып, әке шешемнің киімін қолмен жуып, нанын жауып, балаға да қарап үлгереді. Сол жеңешеңмен салыстыруды қашан қоясың? Әбден шаршадым сенің қылықтарыңнан. Негізінде сен емес, мен сенің қылықтарыңнан шаршадым. Не балаға дұрыстап қарамайсың, бір асты жөндеп әзірлемейсің. Үнемі іздеген затымды табуым қиын. Кейде киімдерімді өзім үтіктеп кием. Балалардың көздері жаутаңдап отырғанын қарашы. Бәрімізде азып тозып біттік. Жоқ емес. Азық-түлік бар ғой, үйге әкеліп қойғам. Неге бұлай жасайсың? Менің жаным тастан ба? Күні бойы тыным таппаймын ғой. Қанша тырысып барымды салсам да күнде осы. Бірдеңені желеу етіп ұрыс шығарасың. Рахметің жоқ сенің. Мына баланың тырнағының өсіп кеткенін қара. Қыздардың шаштары киіз болып кеткен. Киімдерінің тігісі сетінеп, кір кетпеген. Осы сен соңғы рет қашан қолыңа ине ұстадың? Өзіңнің де есіңде жоқ шығар. Тағы қандай кінә тағасың маған? Жаным, сен өзіңнің біреудің жары, 3 баланың анасы екеніңді қашан сезінесің? Сонда не істе дейсің маған? Мен жетісіп жүрмін ба? Басқа елдер ұқсап, сұлулық салонын жағалап, дүкен аралап жүрмін бе? Таңнан кешке дейін үйде отырсам, басқа не керек менен саған? Сен жалқау, еріншек болып кеткеніңді түсінесің бе? Үнемі істе кейінге қалдырасың да, уақыт тағалған сәтте қалай болса солай жасай саласың. Бұл іс сен үшін әдетке айналып кеткен. Мені еркек қой түк білмейді дейсің бе? Киімдердің қазір ғана жуылғаны күйінен ақ байқалып тұр. Ыдыстардың суы сорғалап тұрғаннан ақ жақын арада ғана жуылғанын аңғаруға болады. Сонда кешке дейін не істедің, айтшы? Бір күн ғана осылай болса түсінер едім. Күнде осы жағдай қайталанады емес пе? Мен сорлы 24 сағат бойы бүкіл жігерім төзімімді үйдің 4 қабырғасында отырып тауыстам. Сөйте тұра, менің тесілген өкшем ешкімге көрінбейді. Үнемі осылай сен шығасың. Мейлі өз еркің. Мені қалай кінәласаң да өзің біл. Маған бәрібір. Жаным, мен сені кінәлап тұрғаным жоқ. Саған жақсылық тілегендіктен жаным ашып айтып отырмын. Неге мені дұрыс түсінбейсің? Тірлікті асықпай таңертеңнен кешке дейін бар зейініңді салып жасауға болады ғой. Сания үнемі бұл ұрыстан көз жасын көл етіп, жолдасының аяушылық сезімін оятып қана әрең құтылады. Жолдасының айыптаулары орынды екенін өзі де біліп, ертеңнен бастап өзгеремін дейді де, алайда ертеңге жалғасып кете береді. Бізде ер адам түздің адамы деген түсінік бар. Дұрыс, бірақ бұл үйдің жағдайы тым бөлек. Ғалымжан бүкіл тірлігін, бала тәрбиесін, отбасылық мәселені Санияның мойнына жүктеп қойып, жай барақат жүрген емес. Неге екені белгісіз әйеліне сенімсіздік танытып жүр. Жайшылықта аптаның сенбі жексенбі күні демалған еркек үйдегі у-шудан дүйсенбі күні жұмысына барып, миының тыныққанын қалайды. Ал Ғалымжанның жағдайы болса басқа еркектерден өзгеше. Аптаның 5 күнін үйдегі жары мен балалар үшін алаңдап, жүрегі тыныштық таппай өткізеді. Сенбі жексенбі күндері болса балаларының жанында өз қолымен ас әзірлеп, келіншегіне қолғанат болып, көңіл күйі көтеріңкі болып жүреді. Бұл күндері Сания болса шаршап шалдығып, тезірек жаңа аптаның басталуын асыға күтіп, тағатсыздық танытып әрең шыдап бағады. Алла тағала отбасының негізін құрайтын ер мен әйелге өзіне тән міндеттерді бекер жүктемегенін бірі білсе, бірі біле бермейді. Отағасы нәпақа табушы болса, әйел ерінің тапқанын үйлестіруші. Егер ер мен әйел өз шеңберінен шығып кетсе, әйелдің нәзіктігі жоғалады, ердің
жігері мұқалады. Ғалымжан сонда да сыр бермей, әйеліне күлімдеп қарап, оның гүлдей жайқалғанын іштей қалап келеді. Тек сабыры таусылып, шыдамы шыңына жеткен кезде ғана болмаса, күнделікті ұрыс-керіс шығарғысы келмей, әйелінің еріншектігіне көз жұма қарап, сабырлық танытады. Иманды әке, салиқалы анадан тәрбие алған Ғалымжан, балаларының болашағына балта шауып, әйелінің сабырын түгетіп, өзінің де сағы сынып кеткенін қаламайды. Жанжалы көп жанұяда бала мейірім мен махаббаттан мақұрым қалатынын бұл отағасы өте жақсы біледі. Сондықтан мейлінше сабырлы болуға тырысады. Әйелін тектен текке жазғыра бергісі келмейді. Бар қалауы шаңырағын шаттық пен берекеге толтырып, райхан гүлдің жұпар иісін таратып, отбасында тазалық пен татулықтың негізін ұстанып отырғаны ғана. Алғашында Сания дәл осындай әйел болатын. Бірақ қалаға қоныс аударғалы бері тым өзгеріп кетті. Жалқаулық жанын жаулап алды. Оның бұл өзгерісі тайға таңба басқандай сырт көзге анық білінеді. Сания негізінде білімді, жан жақты келіншек. Ауылда тұрғанда бала тәрбиесінде қиналмайтын, іске икемді, бала мен күйеудің, ата мен ененің көңілін тауып, отбасының тыныштығын сақтап жүрген аяулы жар, сүйікті келін болатын. Міне сондықтан болса керек, Ғалымжан еш үміт үзбей, әйелінің бастапқы қалпына келуіне сенім артып, үміттеніп жүр. Өзінің қолынан келмесін сезген отағасы анасына көмек сұрауға мәжбүр болды. Анашым, қалыңыз қалай? Шүкір балам, өзің қалайсың? Немерелер, келін барлығы аман ба? Шүкір анашым, сізді сағындым. Немерелеріңіз де сағынып жабырқап жүр. Мені жұмыстан босатпайтынын өзіңіз де білесіз ғой. Бірнеше күнге өзіңіз қалаға келіп кете аласыз ба? Балам-ау, ол қапасқа менің қамалып отыруға төзімім жетпейтінін білесің ғой. Анашым, өтінем. Саған не көрінді жас бала құсап? Демалыс күні келіп кетсеңдер болады ғой. Маған сіздің көмегіңіз керек. Бірден осылай демейсің бе? Саған не болды? Даусың жабырқаулы ғой. Келініңіз қалаға келгелі жалқау болып кетті. Жоқ, оны жамандап тұрғаным жоқ. Еріншектік бойын билеп алды. Соны кішкене жөнге салып, бұл әдеті дұрыс емес екенін ұғынуға көмектессеңіз екен деймін. Балам, ол жас емес қой, 3 перзенттің анасы. Өзі-ақ бір күн ұғынатын болар. Ерлі зайыптының арасына есі кеткен түсет демей ме? Дардай адамды мен қалай тәрбиелеймін? Балалар әбден жүдеп кетті. Дені дұрыс ас ауқат ішпегелі біраз болды. Жетіндері тек дүкеннің заттары. Санияның жаны жайдары, көңілі ашық адам екенін өзіңіз де білесіз ғой. Тек оған қолдау қажет секілді. Мүмкін кінә өзімнен болар. Ол өзін өзі жоғалтып алды. Ешбір мақсаты, талпынысы жоқ. 4 қабырғадан шыққысы келмейді. Сен қол қаласаң барайын балам. Көп рахмет анашым. Баласының өтінгені сол еді, түйіншегін түйіп ауылдан Майра апай келіп жетті. Енесінің келгеніне Сания аса қатты қуанбаса да, 3 немересі мен ұлының қуанышы жер көкке сыймады. Майра келген сәттен-ақ үйдің берекесі қашқан түсінді. Жүдеп құр сүйегі қалған немерелерін көріп, өзін өзі ұстай алмай көз жасын сығып алды. Келінжан, бір жерің ауырып жүрме? Әлде шаршадың ба? Жоқ, бәрі жақсы. Олай болса, неге балаларға ас әзірлеуге қиналасың? Ұлыңыз дереу мені жамандап жеткізді ме? Балам сені маған еш уақытта жамандаған емес. Керісінше, жер көкке сыйғызбай мақтайды. Сенің бойыңды билеп алған еріншектік, жалқаулық, ешкім ештеңе айтпаса да көрініп ақ тұр. Еріншектік, күллі дүниедегі адам атаулының дұшпаны, талапсыздық, жігерсіздік, ұятсыздық, кедейлік, бәрі осыдан шығады. Егерде бұл әдеттен ертерек арылмасаң, соңында өзің өкініп қалып жүресің. Әрбір уақытыңды бағалай біл.
Адам уақытты сезінгенде ғана өзін өзі қадағалап отырады. Өзіне өзі есеп беруді белгілейді. Дүниедегі ең жаман дерт еріншектікті жеңеді. Өзін нағыз адам етіп тәрбиелеп шығады. Адамның әрбір күні, әрбір сағаты, әрбір минуты мақсатсыз өтпеу керек. Өмірдегі әрбір уақытын өз бойындағы қайрат жігерін, ақыл ойын өмірге, өзі өмір сүріп отырған қоғамға жұмсап, қалтықсыз еңбек етуге, сөйтіп өзі үшін де, өзгелер үшін де игіліктер жасауға жұмсауы керек. Уақыт бізбен еш уақытта санаспайды, тез өтіп кетеді. Сондықтан өмірдің әрбір сәтін бір күнді қызықтармен ғана қорғалмай, өмірдің іссіз, мазмұнсыз болмауын қадағалау керек. Қазіргі жастық шақ адамның өмірінің қайратты да, жігерлі, мүмкіндігі мол тамаша шағы. Оны жылдың көктем мезгілімен салыстыруға болады. Көктемнің бір күні жылға азық дейді халық. Ендеше жастықтың бір күні сенің бүкіл өміріңе азық деуге болады. Уақыт бар ғой деп бүгінгі ісіңді ертеңге қалдырма. Өмірдің ұзақ екен рас, бірақ ол біреу ғана. Зымырай шапқан асаудың мойнындағы арқандай шұбатылып, ол тез өтіп кетпек. Оны өз тұсыңнан өте бергенде бас салмасаң, өтіп кеткеннен кейін қусаң да жете алмайсың. Енесінің сөздеріне құлақ асқан ол жоқ. Майра бірнеше күнге келгендіктен, мауқын басып, немерелерін балабақшаға жібермей, үйде алып қалып өзі қарап жүрді. Балалар әжесіне еркелеп, ары-бері жүгіріп ойнап, үйді шашып, әбден Санияның ығырына тиіп бітті. Арттарынан жинап жүру, жер тартып жатқысы келіп тұра беретін Сания үшін аса қиынға соқты. Мұны да енесі байқаса керекті, тағы да келінін жанына алып, ақыл айта бастады. Келін шырағым, өмірдің бір қызығы бала деген. Балалы үй базар. Бала болашағымыз. Бұл әрбір жанның жүрек түкпірінде, көңіл қалтарысында жүретін өмірлік қағида кілті. Себебі адам өмірінің мәні мен сәні де бала. Бала отбасының мызғымас тірегі, ертеңге деген сенімінің кепілі. Ал ендеше неге оларға болмашы тыйым салып жекіре жөнелесің? Балаларымды тым еркелетіп жіберген жоқсыз ба? Бала басты байлығымыз, ал ең асылы оның тәрбиесі. Ал отбасы бала тәрбиесінің ең алғашқы алтын ұясы. Баланың тәрбиелі болып өсуіне отбасы мен өскен ортасының тигізетін әсері мол. Өзің айтшы, сен мына жүріс тұрысың мен балаларыңа не тәрбие беріп отырсың? Олар сенен әкесінен көргенін жасап, естігенін айтатынын білемісің? Әрбір адамның балаға тәрбие беруі әрқилы болса да, бала атаулыға ортақ құндылықтар бар. Олар туған отбасы, ұядай жылы үй, ата-анасының қамқорлығы мен сүйіспеншілігі. Өзің айтшы, сен осылардың қайсы бірін балаларыңа беріп жатырсың? Қашан қарасам, телефон құлағыңнан түспейді. Жылы төсектен тұрғың келмейтін жатаған болып қалыпсың. Жұртты ғайбаттап, өзіңе күнә жинауға кеткен уақытыңды балаларыңа арнап, осылармен ойнап күлсең қайтеді? Ертеңгі күні сені асырайтын, бағып қағатын осы балаларың емес пе? Иә, білем ғой. Ендеше өзіңді өзің бұл түскен орыңнан желкелеп алып шықпасаң, сен ешкім шығара алмайды, қызым. Ақылға кел. Сания енесінің сөздеріне құлақ асқандай кейіп танытып отырды. Алайда іштей оның тезірек кетуін қалап, шаршап, тіңкесі құрып отырды. Ауылдағы шалы мен немерелері сағындық деп қоймаған соң, Майра өз үйіне қайтты. Енесі кеткен бойда Сания төсегіне құлап, аузынан су ағып, қорылдап ұйқыға кетті. Енесін шығарып саларда жайған дастархан жиналмаған күйі шашылып қалды. Балалар қарындар ашып, өз беттерінше дастархан басына жайғасып, қалған-құтқан шай, тамақты жеп, қарындарын тойғыза бастады.
Кенже қызы қолынан кесесін түсіріп алып, кесе майдаланып сынып қалды. Тарсылдаған дауысты естіген Сания ас үйге қарай бір көз тастап, қазір үшеуіңде таяқ жейсіңдер деді де, басын көтере алмай қайта жатты. Ұйқысы қанған болар бәлкім. Терең ұйқыға кетпесе де, төсегінен тұрмай жата берді. Бір көзін ашқанда, ұлы Даниярдың пышақ ұстап отырғанын байқады да, қазір тұрып алам, қазір деген күйі тұруға ерініп жата берді. Жатқан орнынан қозғалмай дауыстап, Данияр, қазір менен өлгенше таяқ жейсің. Пышақты жайына қой деп айғайлап орнынан бір қозғалмай сол күйі жата берді. Қарындастарының қолы жетпеу үшін үстелге шығып, биігірек жерге пышақты қоймақ болды. Орындықтың үстінде тұрғанын көрсе де, анасы орнынан бір қозғалған жоқ. Күнде шығып жүрген орындық емес пе? Не бола қойыр дейсің деді де жата берді. Бір сәтте екі қызы мен Даниярдың шырылдап жылаған даусын естіді. Сол кезде ғана ес жиып орнынан атып тұрды. Ас үйге қарай алып ұшып жүгірді. Жерде беті қанға боялған ұлын көргенде, үстінен біреу мұздай су құйып жібергендей күй кешіп, аяқ қолы дірілдеп, сасқаннан не істерін білмей тұрған орнында қатты да қалды. Сол мезетте анасын шығарып салып келген Ғалымжан үйге кіріп келді. Еңіреп жылап отырған қыздарының даусын естіп, жаны қалмай дауыс шығып жатқан ас үйге қарай жүгірді. Қанға боялған ұлын, жердегі кесенің сынықтарын көріп, әйелін жұлқылай бастады. Мынау не? Сен не осылай бәрін жайратып қойып өзің ұйықтағансың ба? Ұлыма не болды? Не істедің? Мен... Егер осыдан ұлым зардап шексе, сен оңдырмайым. Екеуі жанжалдасып жатқанда, Сания шақырған жедел жәрдем қызметкерлері де келіп жетті. Баланы дереу ауруханаға жеткізді. Пышақтың аз ғана бөлігі көзінің астына кіріп кеткен. Көзіне тиіп, көз жанарының ағып түсуіне небәрі бірнеше миллиметр ғана жетпей, Алла сақтап қалыпты. Дереу Даниярды ота жасауға алып кетті. Көз жанары ағып түспесе де, көзіне зақым келген сыңайлы. Дәрігерлерде дөп басып ештеңе айта алмады. Данияр ес жиып, тексеру жүргізген соң ғана оның пышақ кірген сол жақ көзі соқыр болып қалғаны анықталды. Бұл жайт Ғалымжан үшін өте ауыр соққы болды. Қаншама жыл бойы сыйластық танытып, бір күн ес жиып, еріншектіктен құтылар деп үміттеніп еді. Алайда үміті ақталмай, еріншек әйелінің кесірінен ұлы соқыр болып қалды. Кет жоғал, сені көргім келмейді. Сен ана болып жарытпайсың. Балаларыма сендей ананың қажеті жоқ. Өтініш, маған олай жасама. Бұл балалар менің де перзенттерім ғой. Соны енді ғана түсіндің бе? Ұлың соқыр болып қалған соң ғана ана екенің есіңе түсті ме? Бірнеше адам үшін жайылған дастарханды жинау қиын бе еді? Ұлыңның қолындағы пышақты көре тұра, мешел адам секілді қозғалмай жата бергенін қалай? Не үшін? Ұйқы осы балаларыңнан артық басаған? Мен бұлай боларын білген жоқпын ғой. Жоқ, балаларды сенмен қалдыруға қорқам. Кет қане. Саған бірдеңе жасамай тұрғанымда көзіме көрінбей кет. Жоғал. Әке шешесі, туыстары, балаға ананың керек екенін айтып жүріп, екеуін ажырастырмай, Ғалымжан мен Сания бір шаңырақ астында әрең бірге тұрып жүрді. Ғалымжан балаларды алып, жұмысынан босап, ауылға әке шешесінің қолына барып тұра бастады. Балаларын өз анасынан басқа сеніп тапсыруға қорқып қалған Ғалымжан бір жаққа шықса болды, үйіне алып ұшып жеткенше асығатын. Санияны балаларына жолатпай қойды. Тіпті балаларға Санияның жасаған тағамдарын жегізбейді. Санияның да жағдайы мәз емес. Өкініші өзегін өртеп барады. Еріншектік, жалқаулық бойын билеп алған енді ғана оңған сыңайлы. Бұл түскен орыннан өзін өзі алып шықты. Ауылдағы бар шаруаны жасап, енесінің қас қабағына қарап, бәрінің де көңілін табуға тырысып жүрді. Алайда
ұлын көрген сайын көзі жасқа толып, өзегі өкініштен өртеніп, жанын қоярға жай таппай қалады. Отбасындағы қарым-қатынас бәрі де реттеліп, бір жолға түсе бастады. Ғалымжан ауылда әкесіне қарайласып, егін егіп, мал көбейтіп, күн көріп жүрді. Қаладағы үйін сатып, әке-шешесінің разылығымен үлкен ағасына ауылдан өзі қалаған үйді алып беріп, қара шаңыраққа өзі ие болды. Тек Даниярдың соқыр болып қалғаны болмаса, басқасының бәрі де реттелді. Әйел болған соң бәріміз де шаршаймыз. Дегенмен, баланың денсаулығы, бақыты ана үшін басты байлық екенін ұмытпаған абзал.